1987 жыл. Пермь облысы, әйелдер түзеу еңбек колониясы. 14 медсам бөлім. Тозығы жеткен линолеумы бар, йод пен хлор иісі аңқыған кішкентай кабинет. Мұнда 34 жастағы жесір қалған Зоя есімді медбике жұмыс істейді. Асырауында 2 адам бар. Жас өспірім ұлы Костя және жүрегі ауыратын қарт анасы. Жұмысының ақысы мардымсыз, бірақ ауылда бұдан басқа жұмыс жоқ. Бірде таңертең подполковник Чащин оны кабинетіне шақырып, үстелге қағаздарды тастайды. Ол құжаттарда жоғалған морфий ампулаларына қойылған Зояның қолы тұр. Бірақ ол ампулаларды Зоя алған жоқ. Осы сәттен бастап оның өмірі жарты жылдан астам уақытқа созылған тозаққа айналады. Ауылда бұл туралы ешкім білмейді. Ресми түрде ешкім. Достар, алгоритмдер мұндай хикаяларды ұната бермейді. Егер бұл каналдың жұмысын жалғастырғаны сіздер үшін маңызды болса, дәл қазір лайк басып, бізді жоғалтып алмас үшін жазылып қойыңыз. Бұл небәрі 5 секунд уақытыңызды алады, бірақ біз үшін маңызы зор. Ал енді, бәрі шын мәнінде қалай болғанын айтып берейін. 1987 жыл, Пермь облысы, Северный кенті, 247 аула, 1 дүкен, 1 мектеп және колония. Айналадағы 20 шақырым жердегі жалғыз жұмыс беруші. Зоя Петровна Ларина 14 колонияның медсам бөлімінде жұмыс істегеніне 3 жыл болған еді. Күйеуі Виктор 2 жыл бұрын зауытта қаза тапты. Төбеден арқалық құлап кеткен жазатайым оқиға. Ресми көңіл айту қағазымен бір жолғы 120 рубль төлемақы. Басқа ештеңе жоқ. Зоя 14 жастағы ұлы Костямен және инсульттан кейін сол қолы жұмыс істемейтін, жүрегі әлсіз 68 жастағы анасы Евдокия Степановнамен жалғыз қалды. Ол колонияға жақсы өмірден барған жоқ. Басқа барар жері болмады. Медбикенің жалақысы айына 110 рубль, оған зиянды жұмыс үшін 22 рубль үстеме қосылатын. Жиынтығы үшеуіне 132 рубль. Сүт, нан, анасына дәрі-дәрмек, Костяға мектеп дәптерлері. Ол әр тиынды санап жұмсайтын. Медсам бөлім әкімшілік ғимарат пен шаруашылық ауланың арасындағы жеке барақта орналасқан. Стационарға арналған 5 төсек, процедура бөлмесі, дәрігер кабинеті және медбикеге арналған темір шкафы мен үстелі бар кішкентай бөлме. Дәрігер Семен Аркадьевич Рубин, 61 жаста, күн ара келіп тұратын. Қалған уақытта медсам бөлім Зояның иығында еді. Ол жара таңуды, капельница қоюды, тігістерді алуды жетік білетін. 3 жыл ішінде училищеде үйретпеген көп нәрсені меңгерді. Үрей билеген, паникалық атака, тұтқынды қалай сабырға шақыру керек. Симуляцияны, ауру болып көрінуді, қалай анықтауға болады. Ауыр қылмыспен сотталғандармен өзіңді қалай ұстау керек. Ол қорыққан жоқ, тек жұмысын істеді. Колониядағылар әр түрлі баптармен сотталған әйелдер. Ұрлық, алаяқтық, бұзақылық, сирек жағдайда ауыр қылмыстар. Барлығы 180-ге жуық адам. Көбісі жуас, тұрмыс қажытқан, езілген жандар. Зоя көбінің атын білетін, кімнің созылмалы бронхиті, кімнің буыны ауыратынын, кімге суық болмайтынын жатқа білетін. Бұл оның жұмысы еді, және ол оны адал атқарды. Подполковник Виктор Семенович Чащин колонияны 8 жылдан бері басқарып келе жатқан. Жасы 49-да, аласа бойлы, ұқыпты, бәсең дауыспен сөйлейтін және адамға қажетті мөлшерден сәл ұзағырақ қарайтын әдеті бар. Ол ешқашан айқайламайтын. Оны қорқынышты ететін де осы еді. Айқайлаған адам түсінікті, ол ашуын шығарады да басылады. Ал Чащин ешқашан дауыс көтермейтін. Ол бір қалыпты, ешқандай интонациясы сөйлейтін, және оның әрбір сөзі таразының басына түскен кір тасындай ауыр болатын. Колония қызметкерлері одан әр түрлі себеппен қорқатын. Бақылаушы әйелдер формаға мін таққанымен кенеттен тексеріс жасаған үшін, ал еркін жалдамалы қызметкерлер себебін түсіндірместен жұмыстан шығарып жіберу мүмкін болғандықтан сескенетін. Зоя одан басқаларға қарағанда азырақ қорқатын, өйткені ол медсам бөлімге көп тиіспейтін. Семен Аркадьевич Рубин оның ескі танысы еді, және дәрігер арқылы Чащин өз қажеттіліктерін шешіп отыратын. Анықтамалар, жұмыстан босату, қажетті диагноздар. Осы жасырын келісімде Зоя тек кабинетке қосымша адам ретінде ғана қарастырылатын. Мұнда сәл кідіріп түсіндіріп өту керек.
8-ші жылдардағы кеңестік жаза өтеу жүйесі солай құрылған болатын. Колония бастығы өзіне сеніп тапсырылған аумақтың құдайы мен патшасы еді. Шағымданудан қорықпайтын. Прокуратура басқа жаққа қарап отыратын, ал еркін жалдамалы қызметкерлер, аспаздар, санитарлар, медбикелер бұл тізбектің ең қорғансыз буыны болатын. Оларға қысым көрсету оңай еді, өйткені олардың кетер жері жоқ болатын. Рита Васильевна Димина, 38 жаста, колонияның бухгалтериясында жұмыс істейтін. Толықша келген, өткір көзді, шашын қызыл түске бояған, дөңгелек жүзінен күлкі кетпейтін әйел. Ол Чащинмен дос болатын, мұны өзі солай атаған. Күніне бірнеше рет оның кабинетінде болатын, бәрін білетін және бәрі туралы тіс жармайтын. Осы үшін оған ешкім тиіспейтін, тексермейтін, кінә артпайтын. 1987 жылдың 12 наурызындағы таң әдеттегідей басталды. Зоя медсам бөлімге 8:30-да келіп, халатын киді, шайын демдеді, қабылдау журналын ашты. Бірінші болып екінші отрядтан аяғындағы жарасы жазылмай жүрген Симонова келуі керек еді. Сосын жаңадан келген бірнеше адамды жоспарлы тексеру. Ол дәрі-дәрмек сақталған темір шкафты ашып, бинттерді шығарды, әдеттегідей тізіммен ішіндегіні салыстырып жатып, кілт тоқтады. Списанный, есептен шығарылған партиядағы морфий гидрохлоридінің 3 ампуласы орнында жоқ. Ол сөрені 2 рет тексерді, жоқ. Есеп парағы, бағандар мен қолдары бар, сол парақ орнында жатыр. Зоя оны алып көз жүгіртті. Жоғалған ампулалардың тұсында оның қолы, оның қолтаңбасы, оның жазған күні тұр. 8 наурыз, 4 күн бұрын. Ол 8 наурызда бұл ампулаларды берген жоқ. Ол мұны нақты білетін. 8 наурызда ол анасы ауырып қалғандықтан жұмысқа кешіп келген. Медсам бөлімде небәрі 3 сағат болып, тек таңу жұмыстарымен айналысқан еді. Рубин ол күні келген жоқ. Дәрігер жоқта, ол есірткілік препараттарға жоламайтын. Бұл темірдей қағида болатын. Зоя қолындағы қағазбен тұрып, өз қолтаңбасына қарады. Қолтаңба оныкіне ұқсайды, бірақ оныкі емес. Сыртынан қарағанда ешкім байқамайтындай ұқсас етіп салынған. Бірақ ол мұның өзінікі емес екенін бірден сезді. Жүрегі қатты соғып кетті. Ол парақты үстелге қойып, орындыққа отырды. 3 ампула морфий, жалған құжаттар, біреудің оның орнына қойған қолы. Ол мұның не екенін түсінді. Сағат 9:20-да ішкі телефонмен Чащиннің хатшысы қоңырау соқты. Дауысы бір қалыпты. Зоя Петровна, подполковник сізді қазір келуіңізді сұрайды. Әкімшілік корпус ауланың арғы бетінде еді. Зоя суыққа қарамастан баяу жүріп, анық ойлануға тырысты. 3 ампула, қолтаңба. Кім жасауы мүмкін? Не үшін? Жауап жоқ еді. Тек аяқ астындағы Наурыздың ауыр қары мен бастықтың есігі ғана тұрды. Чащиннің кабинеті шағын болса да тәртіппен жиналған еді. Үстел үстінде артық қағаз жоқ. Қабырғада Горбачевтың суреті, бұрышта сейф, келушілерге арналған 2 орындық. Терезе алдында кактус тұр. Чащин кактустарды жақсы көретін, олар адал өсімдіктер, күтімді қажет етпейді, бірақ алдамайды да дейтін. Зоя кіргенде ол үстелде отырған еді, басын көтеріп, орындыққа иек қақты. Зоя отырды. Ол асыққан жоқ, папканы шығарып, баяу ашты да, алдына сол баяғы тізімді қойды. Бұл сіздің қолтаңбаңыз ба? Зоя параққа қарап, жауап беруге асықпады. Жоқ. Қызық екен, Чащин креслосына шалқайды. Сарапшылар басқаша айтады. Қандай сарапшылар? Мен шақыратын сарапшылар, егер маған керек болса. Аздап үнсіз қалды. Морфий гидрохлоридінің 3 ампуласы, есептегі есірткі құралдары, жоғалу. Құжаттарда медбике Ларинаның қолы тұр. Бұл қылмыстық бап, Зоя Петровна. Ұрлық. 3 жылдан 7 жылға дейін. Зоя үнсіз қалды. Кеудесінде бір нәрсе түйіліп, қатып қалғандай болды. Мен оларды алған жоқпын, деді ол бір қалыпты дауыспен. Мен білемін, деп жауап берді Чащин. Бұл күтпеген жауап еді. Зоя басын көтерді. Чащин оған күлімсіремей, ашуланбай, жай ғана сабырмен қарап отыр. Шешім қабылдап қойған және қарсы алдындағы адамның оның ойын түсінгенін күтіп отырған жан сияқты. Онда бұл не үшін? Зоя параққа иек қақты.
Өйткені маған сіздің көмегіңіз керек. Ол папканы жапты. Ешқандай артық сөзсіз, тұрақты көмек. Оның орнына бұл қағаздар жойылады, іс қозғалмайды. Сіз жұмысыңызды жалғастыра бересіз. Балаларыңыз тамақ ішеді, анаңыз тыныш болады. Бәрі бұрынғыша қалады. Зояның арқасы мұздап кетті. Көмектің не екенін ол түсінді. Оның көзқарасын көрді. Ол әйел ақымақ емес. Ал егер мен бас тартсам ше? Онда ертең таңертең мен рапортқа қол қоямын. Прокуратура, тергеу, қамау. Ұлыңыз Кастия интернатқа, анаңыз Кизелдегі қарттар үйіне. Ол жақсы мекеме. Сәл үнсіз қалды. Шын мәнде онша жақсы емес. Зоя оған қарап тұрды. Қолдары тізесінде, саусақтары жұдырық болып түйілген. Көз алдына әкесінікі сияқты шашы бір жағына қайырылған Костяның байсалды жүзі келді. Сол қолы жақсы істемейтін, бірақ біреуден көмек сұрамас үшін әр таң сайын жейдесінің түймелерін өзі қадауға тырысатын анасын көрді. «Қанша?» деп сұрады ол бәсең дауыспен. «Неше рет?» Чашин иығын қиқаң еткізді. «Бұл бір реттік жағдай емес. Керек болғанда айтамын, кестесіз». Ұзақ уақыт тыныштық орнады. Секундтар мұздаған құбырдағы судай баяу ағып жатты. «Жақсы», деді Зоя. Дауысы бір қалыпты шықты. Чашин басын изеді. «Бүгін кешке жұмыстан соң менің кабинетіме кел. Есікті құлыптамаймын». Зоя тұрып шығып кетті. Коридорда ол тоқтап, қабырғаға сүйенді де, көзін жұмып, бір қалыпты дем алды. 1, 2, 3. Айқайлағысы келгенде осылай дем алуды ол білетін. Сосын қабырғадан итеріліп, медсам бөлімге қайта барды. Оны аяғында жарасы бар Симонова күтіп тұр еді. Жұмыс тоқтаған жоқ. Сол күні кешке Зоя анасын ұйықтатып, Кастяның сабаққа отырғанын күтті де, киініп далаға шықты. Медсам бөлімде бір нәрсені ұмытып кетіппін деді. Анасы сұраған жоқ, Кастя басын көтермеді. Чашиннің кабинеті әкімшілік корпустың 2-ші қабатында еді. Есік шынымен ашық болып шықты. Ол күтіп отыр екен. Үстінде кителі жоқ, жейдесінің 2 түймесі ашылған. Үстелде бір стақан шай және ескерту ретінде әлгі құжаттар салынған папка жатыр. Одан кейін не болғанын Зоя кейін ешқашан егжей-тегжейлі айтқан емес. Тек факт. Бұл бірінші рет болды. Тура мағынасында күштеу болған жоқ, ол қарсыласпады, өйткені қарсыласса не болатынын білді. Бұл күштеуден де жаман еді. Бұл артында 2 баласымен жүрегі ауыратын қарт анасы тұрған мәжбүрлі келісім еді. Бәрі біткен соң Чашин түймелерін қадап, шайын алды да, оған байсалды қарады. «Сейсенбіде тағы да осында кел». Осы уақытта Зоя киініп шығып кетті. Үйіне барды. Кастяда анасы да ұйықтап жатыр екен. Ас үйде бос кесеге қарап ұзақ отырды, сосын кесені жуып, ұйықтауға жатты. Таңертең сағат 6-да тұрып, Кастяны оятты, ботқа пісірді, оны мектепке шығарып салды, жұмысқа барды, таңу жасады, журнал толтырды, 3-ші отрядтағы Харитоноваға капельница қойды. Бәрі әдеттегідей. Оның тозағы осылай басталды. Даудамайсыз, айқайшусыз, Чашиннің әр ісі сияқты тыныш тозақ. Аптасына 2 рет, кейде 3 рет. Кейде ол күндіз ішкі телефонмен қоңырау шалатын. «Зоя Петровна, келіп кетіңізші». Ол баратын. Ол есікті жабатын. Кейде оның келісетінін, өзі қалайтынын дауыстап айтуын талап ететін. Егер ол іркілсе, сабырмен ескертетін. Рапорт кез келген сәтте менің үстелімнен шығады. Кейде ұсақ түйекке тиісетін. Дұрыс қарамадың, дұрыс айтпадың деп кешірім сұрататын. Қорлау бұл ритуалдың бір бөлігі еді. Адамның үстінен билік жүргізу оны үнемі растап отыруды қажет етеді. Чашин мұны инстинкт деңгейінде түсінетін. Бұл ойланатын маңызды сәт. Чашин қарапайым садист емес еді. Ол жүйенің адамы болатын. Жүйе оған билік берді, ол оны елдегі көптеген жабық мекеме басшылары сияқты пайдаланды. Кеңес дәуіріндегі түзеу мекемелері басшыларының озбырлығы туралы деректер тек 90-шы жылдары ғана шыға бастады. Оған дейін тыныштық болатын, өйткені Зояның барар жері жоқ еді.
Кәсіподақ, партком, прокуратура, барлық жерде дәл сондай Чашиндер немесе Чашинді танитын адамдар отырды. Шығар жолы жоқ күйік шеңбер. Шынымен жоқ па? Зоя арықтай бастады. 2 айда 8 келі тастады. Бұғаналары шығып, беті суалды. Анасы оған алаңдап қарайтын, бірақ үндемейтін. Ол білгісі келмейтін нәрсе туралы үндемеуді білетін. Кастя анасының тым жуасып кеткенін байқап, бірде кешке қасына отырды. «Мама, жақсысың ба?» «Жақсымын», деді ол. «Жұмыс көп». Ұлы басын изеп, сенді. Ол 14-те еді, оның өз әлемі болды. Мектеп досы Витька, қолдан жасалған рогатка және саяхатшылар туралы кітап. Ол білмеуі керек еді. Зоя оның білмеу үшін бәрін жасады. Сәуір айы жаңа қайға келді. Бірде кешке Чашин оны кабинетінде емес, медсам бөлімнің кіреберісінде қарсы алып, қысқа қайырды. Бүрсігүні Свердловскіден 3 адам келеді. Мен оларды танимын. Сен де олармен танысасың. Зоя оған қарап тұрып қалды. Оның не айтқысы келгенін бірден түсінбеді, ал түсінгенде ішінде бір нәрсенің қирап қалғанын сезді. «Жоқ», деді ол бәсең дауыспен. «Бұл басқаша. Мен». «Бұл сол нәрсе», деп сөзін бөліп тастады Чашин, дауыс көтермей. «Немесе біз рапорт туралы әңгімеге қайта ораламыз. Онда не жазылғаны есіңде ме?» Оның есінде еді. Этаппен 31 әйел және жеке көлікпен 3 еркек келді. Ресми түрде оларды өндірістік қажеттілік үшін колонияның қосалқы шаруашылығында жұмыс істеуге ауыстырды деп көрсетті. Шын мәнде бұл Чашиннің жеке айласы еді. Жук, 42 жаста. Лақап аты өзіне сай. Пысық, кішігірім, қолдары жылдам, көздері бос. 5 рет сотталған. Соңғысы қарулы қарақшылық үшін. Білегіне мойнына дейін татуировка. Кабан, 47 жаста. Денесі ірі, беті сіңкі, көздері кішкентай. Чашин сияқты тыныш, бірақ басқаша. Кабанның тыныштығы дуал сияқты ақымақ тыныштық еді. 3 рет сотталған. Зорлық, зомбылық, қорқыту, қысым көрсету. Тихий, 38 жаста. Үшеуінің ішіндегі ең қауіптісі, бірақ сырттай қарапайым ауыл адамы сияқты көрінетін. Орта бойлы, ұқыпты, сыпайы. Дәл осы сыпайылығы бәрінен де қатты қорқытатын. Ол өтінемін, рахмет деп сөйлейтін, бірақ артында 4 соттылығы бар, оның ішінде өзін-өзі қорғаудан асып кету деп өзгертілген кісі өлтіру бабы бар еді. Чашин оларды қақпа алдында өзі қарсы алды, кабанның иығынан қақты, Тихиймен қол алысты, оларға шаруашылық бөлімінен бөлек борыш берді. Оларға жақсы тамақ беріп, бірінші күннен бастап қайната бастаған самогондарына көз жұмуға бұйрық берді. Оның адамдары үндемеді. Мұнда үндемеуді білетін. Олар келгеннен кейін 3-ші күні Чашин Зояны әкімшілік корпустың дәлізінде тоқтатты. Сыбырлап, достық раймен айтты. Бүгін кешке шаруашылық блогына бар. Дәліздің соңындағы бөлме. Сонда күтеді. Зоя оған ұзақ қарады. Ол көзін тайдырмады. Сен не істеп жатқаныңды түсінесің бе? Деді ол. Мен сенің үйіңде ұлың мен ауру анаң барын түсінемін деп жауап берді ол. Ал сен ше? Ол барды, өйткені басқа барар жері болмады. Сол кешті ол кейін үзік-үзік есіне алатын. Күңгірт шам, самогон мен темекі иісі, оған бөлмеге әкелінген зат сияқты қарайтын 3 еркек. Чашин есіктің алдында тұрды және кеткен жоқ. Бұл оның рахатының бір бөлігі еді. Қатысу, бұйыру, бақылау. Оған не істесе де, ол үнсіз шыдады. Ол өз денесінде болмауды үйренді, ішке, тыныштыққа, Жукта, Кабанда, Тихийде, Чашинде жоқ жерге кетуді үйренді. Онда тек Кастя мен анасы ғана болды. Және ертең таңертең мен тұрамын, ботқа пісіремін және оны мектепке шығарып саламын деген ой ғана болды. Бәрі біткен соң Тихий әдеттегідей рахмет деді. Жук қарқылдап күлді, Кабан үндемеді. Чашин оған есікті нұсқады. Бүрсігүні тағы да кел. Ол шықты. Далада сәуірдің суық желі дымқыл қар. Ол үйіне жаяу, баяу аяңдап қолын қалтасына салып барды. Ас үйде қолдарын суық сумен ұзақ жуды.
Сосын киініп, бөлмеге кіріп, ұйықтап жатқан Костяға қарады. Шамның жарығы оның бетіне түсіп тұр екен, тыныш, балалық жүз, әкесінікі сияқты қайырылған шаш. Ол қараңғылыққа сыбырлады. Мен шыдаймын, сен үшін шыдаймын. Сосын ұйықтауға кетті. Ертең сағат 6-да тұру керек еді. Шақырулар топтық сипатқа ие болды, аптасына 3-4 рет. Кейде тек Чашин, кейде үшеуінің бірі әртүрлі комбинацияда, кейде бәрі бірге. Қорқытулар үнемі айтылатын. Жук бірде оның құлағына ұлының қайда оқитынын білетінін сыбырлады. Кабан еш сөзсіз пышақ көрсетті. Тихий сыпайы сөйледі. Үндемесең, бәрі жақсы болады. Біреуге айтсаң, бірінші болып біз білеміз. Чашин тізгінді қолында ұстап тұрды. Бұл оның жүйесі еді. Ол оны құрды. Ол оны басқарды. Морфий ампулалары тек себеп, адамды бағындыру механизмі ғана болатын. Зоя мұны түсінді және ештеңе істей алмады. Дәрігер Семен Аркадьевич Рубин бір айдан кейін бәрін түсінді. Оның қалай өзгергенін, жеңмен жасырып жүрген көгерулерді көрді. Бірде процедура бөлмесіне кіріп, ұзақ үндемей тұрды да ақырын айтты. Зоя, мен. Зоя оған қарады. Оның көзқарасындағы бір нәрсе дәрігерді тоқтатып тастады. Ол аузын жауып теріс бұрылды, ол да қорықты. Жасы 61-де еді, зейнетке 1,5 жыл қалған. Жұмысынан айырыла алмайтын. Зоя оны кінәлаған жоқ. Кейін де кінәлаған жоқ. Оның артық сезімдерге күші қалмаған еді. Мамыр айы кішкене жеңілдік әкелді. Үшеуінің екеуі, Жук пен Кабан, бірнеше күн тұмауратып жатып қалды, шақырулар болған жоқ. Зоя осы күндері 2 айда алғаш рет 6 сағаттан артық ұйықтады. Костяға жақсы көретін құймақтарын пісірді, анасымен емханаға барып келді, қалыпты өмірге ұқсас сезімді сезінгендей болды. Сосын бәрі қайта басталды. Мамырдың соңында Костя мектептен беті қуарып келіп, ас үйге отырды. Зоя бірдеңе болғанын бірден түсінді. Мама, мені директор шақырып, менің бір ұрлыққа қатысым бар деген хабар түскенін айтты. Нақты ештеңе айтпады. Бірақ егер дәлел болса, оқудан шығаруы мүмкін деді. Зояның қолы босап сала берді. Костя ұрлық жасамайтын. Ол өмірінде ұрлық істеп көрген жоқ. Ол ұлына қарап тұрып, бәрін түсінді. Бұл Чашин. Чашиннің жиені Геннадий Фомин осы мектептің директоры болып жұмыс істегеніне 5 жыл болған еді. Бір қоңырау, бір өтініш. Дәлелсіз, нақтылықсыз, жай ғана қысым көрсету тетігінің істеп тұрғанын ескерту. Бәрі дұрыс, деді ол. Шешеміз. Тамағыңды іш. Костя оған қарады. Ол анасының көбірек білетінін сезді. Ол ақылды бала еді. Мама, саған не болған? Көптен бері бірдеңе дұрыс емес. Жұмыс, деді ол. Бәрі жақсы. Ұлы сенген жоқ, бірақ қайталап сұрамады. Шаншықсын алып, тамақ іше бастады. Сол түні Зоя ас үйде ұзақ отырып темекі шекті. Бұрын шекпейтін, қазір аптасына бір қорап кететін болды. Терезеден бос көшеге қарап отырды. Ойланды, бірақ шығар жол көрмеді. Жұмыстан кетсе, басқа жұмыс жоқ. Ауыл бос. Көшіп кетуге жерде, ақша да жоқ. Шағымданар адам жоқ. Оның морфий ампулаларына қойған қолтаңбасы бар рапорты Чашиннің сейфінде жатыр. Оның бір ауыз сөзі жеткілікті, оны алып кетеді. Костя интернатқа, анасы Кизелге. Ол темекісін сөндіріп, қорабын жинап тұрды. Ұйықтайтын уақыт. Ертең 6-да тұру керек. Бірақ сол түні ол ұйықтаған жоқ. Қараңғыда жатып, бір нәрсені ғана ойлады. Ол бұған жалғыз төтеп бере алмайды. Оған біреу керек. Сенімді, қорықпайтын біреу. Сол кезде ол жарты жылдан бері алғаш рет ағасы туралы ойлады. Константин Андреевич Ларин, 39 жаста, Пермьде Куйбышев көшесіндегі Хрущевканың 3-ші қабатындағы бір бөлмелі пәтерде тұратын. Оны 6 жылдан бері жалдап тұрған. Сатып алуға ақша жоқ. Мүгедектігі бойынша әскери зейнетақысы мен жедел жәрдем фельдшерінің жалақысы жинап жасауға жетпейтін. Ол әскерден 1983 жылы оралды. Ауғанстан. Әскери хирург, медицина қызметінің капитаны.
Контузия, иығына тиген жарықшақ жарақаты, сол құлағының есту қабілетін ішінара жоғалтуы. Денсаулығына байланысты демобилизацияланған. 2 қызыл жұлдыз ордені, жауынгерлік еңбегі үшін медалі және төсек астындағы картон қорапта сақталған, ешқашан шығармайтын тағы бірнеше марапаттары бар еді. Ол Құдай берген хирург болатын. Оның жұмысын көргендердің бәрі солай дейтін. Ауғанстандағы соғыс жағдайында операциялар фонардың жарығымен және құрал сайман жетіспеген кезде жасалғанда, ол басқалар өледі деп бас тартқан адамдарды құтқарып қалатын. Оның қолы ерекше еді, оқ астында да, ұйқысыз өткен тәуліктерден кейін де, тіпті қазір контузиядан кейін басы шулап тұрғанда да, ешқашан дірілдемейтін. Пермде ол жедел жәрдемге орналасты. Ауруханаға барғысы келмеді, ұсынса да. Жедел жәрдемде тез әрекет етіп, мәселені ұзақ кеңессіз шешу керек болатын. Бұл оған сай еді. Бір тәулік кезекшілік, бір күн демалыс, тағы кезекшілік. Өмірі бай емес, бірақ түсінікті. Қарындасы Зоямен ол сирек көрісетін. Северный кенті Пермнен электр пойызымен 2 сағаттық жер, сосын тағы 20 минут көлікпен немесе жаяу. Күйеуі Виктор өлгеннен кейін ол 3 рет келді, жерлеуге көмектесті, шамасы келгенше ақша келді, Костямен сөйлесті. Сосын жұмыс кезекшілік сирек көрсетін болды. Соңғы рет ақпан айында бұл оқиға басталмас бұрын 1 ай бұрын болған еді. Қоңырау жұма күні кешке 7 маусымда түсті. Константин жаңа ғана тәулікті кезекшіліктен оралып, күртешесін шешіп, шәйнегін қойған еді. Телефон шырылдады. Тұтқаның арғы жағынан жас, сәл қобалжыған ер адамның дауысы естілді. Константин Андреевич, мен Костямын. Костя Ларин, Зояның ұлымын. Константин кесесін қойып, орындыққа отырды. Естіп тұрмын, жиенім, не болды? Үнсіздік. Сосын ақырын, сыбырлап. Костя аға, мамамда бірдеңе дұрыс емес. Ол айтпайды, бірақ мен көріп жүрмін, ол арықтап кетті, ұйықтамайды. Кейде түнде келіп, ас үйде жылап отырады. Мені естімейді деп ойлайды. Естимін. Не істерімді білмеймін. Келесіз бе? Константин алдындағы қабырғаға қарап тұрып қалды. Сарғыш түс қағаздар, терезе жанындағы жарықшақ, шәйнек қайнап жатыр. Келемін деді ол. Бүрсі күні. Оған жай ғана қонаққа келет деп айт. Не үшін екенін түсіндірудің қажеті жоқ. Жақсы. Және Костя, қоңырау шалғаның өте дұрыс болды. Ол тұтқаны қойды, шәйнек ысқырып жатты. Константин оны алуға тұрған жоқ, отырып ойланды. Зоя түнде жылайды. Зоя арықтап кеткен. Зоя не болғанын айтпайды. Ауғаннан кейінгі 4 жылда ол адамдарды жанама белгілері бойынша тануды үйренген еді. Ол жақта бұл өмір мен өлім мәселесі болатын. Сарбаздың 100 құбылысынан оның шын мәнінде не сезініп тұрғанын, жағдайдың қаншалықты маңызды екенін түсіну. Оған егжей-тегжейлі мәлімет керек емес еді. Бір маңызды нәрсе болғанын, Зояның өзі айтқысы келмейтін ауыр жағдайға тап болғанын түсінді. Ол тұрып, шәйнекті өшірді, төсек астынан қорапты шығарып, ішін ақтарды да, іздегенін тапты. Жиналмалы пышақ, ауғандық трофей, өткір, көзге түспейтін, қалтаға сыйып кететін. Ол нақты ештеңе жоспарлаған жоқ. Тек бейтаныс немесе қауіпті болуы мүмкін жерге барғанда өзімен бірге алып жүретін әдеті. Ол пышақты күртешесінің қалтасына салды, ас үйге барып, түрегеп тұрып шай ішті де, ұйықтауға жатты. Жексенбі 9 маусым 1987 жыл. Перм-Кунгур электр пойызы, сосын ауысып міну. Ол ауылға күндізгі сағат 2:30-да келді. Зоя есікті бірден ашты, терезеден қарап күтіп отырған көрінеді, оны құшақтады. Константин оның қаншалықты арықтап кеткенін сезді. Иықтары өткір, қолдары тым жіңішке. Бұрын ол тығыршықтай, мықты ауыл әйелі болатын. Тым суалып кетіпсің, деді ол әзілдеген болып. Жұмыс деп жауап берді ол үйреншікті жауабымен. Мұхамым, деді ағасы. Ол анасымен амандасты, Костяны құшақтады, мектеп туралы және оқып жатқан саяхатшылар туралы кітабын тыңдады. Сосын анасы мызғып алуға кетіп, Костя досына кеткенде, Зоя екеуі шай ішуге отырды. Константин кесесін қойып қарындасына қарады. Айта бер. Не айтайын? Бәрін басынан бастап. Зоя басын шайқады. Бәрі жақсы, Костя.
Жоқ, деді ол. Жақсы емес, мен көріп тұрмын. Ол ұзақ үндемей отырды, қолындағы кесені айналдырып қарады. Терезе сыртында маусымның апақ терек мамығы қардай борап жатты. Сосын ол ақырын сөйлей бастады, жылаған жоқ. Көз жасы таусылған көрінеді. Ампулалар туралы, жалған құжаттар туралы, Чашиннің кабинетіне бірінші рет шақырылғаны туралы, келіскен мәмілесі туралы, оның қалай созылғаны туралы, этаппен келген үшеуі туралы, Костя мен мектеп туралы айтты. Константин сөзін бөлген жоқ, тігі отырып, қолдарын үстелге қойып, оған қарап тыңдады. Жүзі бір қалыпты болды. Бұл оның ештеңе сезбегенін білдірмей. Бұл оның өз сезімін бақылай алатынын білдіретін. Ол сөзін бітіргенде Константин сұрады. Неше адам? Чашин және үшеуі. Жук, Кабан, Тихий. 4 адам. Тағы біреу біле ме? Дәрігер Рубин. Ол көріп жүр, бірақ үндемейді. Бақылаушы Потапова, меніңше, сезеді. Ол да үндемейді. Құжаттар оның сейфінде ме? Ол солай деген. Константин басын изеп, орнынан тұрды да, терезеге барып көшеге қарады. Терек мамығы жазда жауған қардай баяу ұшып жатты. Мен қаламын, деді ол. Зоя басын көтерді. Қалай қаласың? Фельдшер немесе санитар болып орналасамын. Колонияға немесе ауылдық фельдшерлік пунктке. Қай жерден орын табылса, сонда. Әскери комиссариатта танысым бар, ол қағаздарға көмектеседі. Жаныңда боламын, Зоя. Ол орнынан тұрып, ағасына жақындады. Керек емес. Сен оның қандай екенін түсінбейсің. Онда билік бар, байланыс бар. Мына үшеуі пышақ ұстаған қылмыскерлер. Олар сені. Зоя. Ол қарындасына бұрылды. Мен 4 жыл бойы оқ астында адамдарға операция жасадым. Мен уақытылы араласпаса не болатынын көргенмін. Пациент өледі. Түсінесің бе? Сен мұны оңай тоқтата алмайсың. Мен жай ғана тоқтатпаймын. Ол үстелге қайта оралып отырды. Тыңда мені. Мен бәрін дұрыс істеймін. Алдымен құжаттар. Тізімдегі қолтаңба сенікі емес екенін дәлелдейтін нәрсе табуым керек. Сосын морфийдің шын мәнінде қайда кеткенін анықтаймын. Сосын қолда бардың бәрін жинап, прокуратураға өткіземін. Жергілікті емес, облыстық немесе одан да жоғары жаққа. Зоя үндемеді. Ал ана 4-еуі ше? Деп сұрады ол ақырын. Константин 1 секунд үндемей қалды. Ана 4-еуімен мен бөлік сөйлесемін. Оның даусындағы бір нәрсе Зояны артық сұрақ қоюдан тыйды. Келесі 3 апта бойы Константин операция алдындағы хирург сияқты мұқият әрекет етті. Алдымен анестезия, сосын кесу, сосын жұмыс. Әскери таныс арқылы ол жабық үлгідегі мекемелердің медициналық қызметкерлерін нығайту үшін фельдшер ретінде уақытша ауыстыру туралы құжат рәсімдеді. Құжат нақты еді, бірақ оған қол жеткізу бірнеше телефон қоңырауы мен бір бөтелке армян коньягі арқылы іске асты. Маусымның соңында ол 14 колонияның бақылау өткізу пунктіне құжаттармен келді. Чашин оны жеке қабылдап, қағаздарға, Константинге, тағы да қағаздарға қарады. Ларин Константин Андреевич, әскери хирург, бұрынғы, қазір жедел жәрдем фельдшері, көмекке жіберілген. Зоя Ларина сіздің туысыңыз, қарындасыңыз ба? Чашин басын көтерді. Оның көзінде бір нәрсе жылт етті. Қорқынышта емес, таңғалуда емес, өзіне тең келетін жыртқышты кездестіріп, оның қаншалықты қауіпті екенін түсінбеген аңның қызығушылығы сияқты бірдеңе. Тамаша, деді ол бір қалыпты. Жұмыс істеңіз. Семен Аркадьевич сізді іспен таныстырады. Константин басын изеді. Ол медсам бөлімде жұмыс істеді, қолынан келетін істі істеді. Таңу, укол салу, кезекшілік. Рубинмен тез тіл табысты. Қарт дәрігер ақылды, қорқақтығына қарамастан адал адам еді. Бір аптадан кейін Рубин онымен ашық сөйлесе бастады. Бірде кешке екеуі жалғыз қалғанда Константин тікесінен қойды. Семен Аркадьевич, наурызда жоғалған морфийдің қайда кеткенін білесіз бе? Рубин журналдың үстінде қатып қалды, ұзақ жауап бермеді. Мен ештеңе білмеймін, деді ол ақыры. Білесіз, деді Константин. Сөйлеуге қорқасыз, ол түсінікті.
Бірақ қазір жағдай өзгерді. Мен осындамын және материал жинап жатырмын. Көмектесесіз бе, жоқ па, ол сіздің еркіңіз. Бірақ көмектессеңіз, кейін ескеріледі. Үндемесеңіз, ол да ескеріледі. Рубин көзілдірігін шешіп кеңсірігін уқалады. Димина, деді ол ақырын. Бухгалтер. Ол дәрі-дәрмектерді қаладағы танысы арқылы жасырын сатып отырды. Морфий, транквилизаторлар, ұйықтататын дәрілер. Наурызда Зоя айналып жүргенде, оның шкафтан алғанын көрдім, жазбаны қолдан жасады. Мен араласпадым, қорықтым. Дәлел бар ма? Мен сол кезде жеке күнделігіме жазып қойғанмын. Күні, уақыты, не көргенімді. Бір күні мені кінәлі еткісі келсе, керек болар деп ойладым. Күнделік үйде ме? Ертең әкеліңіз. Рубин күнделікті әкелді. Константин арнайы алған кішкентай фотоаппаратымен парақтарды суретке түсіріп алды. Пленка 8 кадрлық еді. 8-інде түсірді. Келесі қадам тұтқындар. Константин медсан бөлімде жұмыс істеп, әртүрлі отрядтың әйелдерін көрді. Олардың арасында Анна Тересова деген 41 жастағы әйел бар еді, алаяқтық үшін 2-ші рет сотталған. Ақылды, байқампаз, тілі өткір. Зоя оны емдеген. Оның созылмалы бронхиті бар еді, медсан бөлімге жиі келетін. Тересова Константинге бірінші күннен ақ бәрін түсініп қойған адамша қарайтын. Бірде ол ингаляция жасап жатқанда сыбырлап айтты. Сіз қарындасыңыз үшін келдіңіз ғой, дұрыс па? Дұрыс, деп жауап берді ол. Мен 8 ай ішінде бәрін көрдім, және естідім, деді ол. Бұл жерде қабырғаның да құлағы бар. Егер сізге керек болса, айтып беремін, қол қоямын. Маған жоғалтатын ештеңе жоқ. 1,5 жыл қалды. Ол мені бәрібір ұнатпайды. Чашин. Неге ұнатпайды? Өйткені мен бірде оның бетіне бәрін айтқанмын. Ол сәл жымиды. Ол маған 1 ай жаза қосты, бірақ мен айтарымды айттым. Константин оған қарады. Ол адамдарды тез танитын. Облыстық прокуратура үшін жазбаша жауап беруге дайынсыз ба? Дайынмын. Егер іс сотқа жетсе, сізден жеке жауап алуы мүмкін. Білемін. Келісемін. Тересова ұқыпты қолтаңбамен күндері мен егжей-тегжейін жазып, 3 беттік түсініктеме берді. Не көргенін, не естігенін, тағы кім растай алатынын жазды. Біліп тұрып үндемеген бақылаушылардың, кездейсоқ куә болған тұтқындардың есімдерін атады. Онымен қатар Константин бақылаушы Потаповамен кездесті. Ол алдымен бәрін жоққа шығарды. Сосын жылады, сосын ол да қысқаша жазып берді. 3 апта ішінде оның қолында папка жиналды. Рубиннің күнделігінің суреттері, Тересованың түсініктемесі, Потапованың жауабы, дәрі-дәрмек есебіндегі алшақтықтар көрсетілген медициналық құжаттар, Зояның өз қолымен жазған оқиға желісі. Константин одан көргендерінің бәрін күнімен жазуын сұраған еді. Зоя қиындықпен жазды, парақтың алдында ұзақ отырды. Бастап қайта сызып, қайта жазды. Константин асықтырмады. Ол 6 беттік ұсақ жазумен жазылған парақтарды бергенде, Константин оны бірден оқыған жоқ. Оны шетке қойып, далаға шығып, 5 минут тұрды да қайта келіп оқыды. Мұнда бір нәрсені түсіну маңызды. Константин осы жерден тоқтай алар еді. Құжаттар салынған папка прокуратураға өткізіп, ресми механизмді іске қосуға жеткілікті еді. Басқа уақытта, басқа елде бұл жетер еді. Бірақ 1987 жыл, Пермь облысы, колония жанындағы жабық кент, бұл ерекше әлем еді. Облыстық прокуратура істі айлап қарауы мүмкін еді. Чашин уақытынан бұрын біліп қоюы мүмкін, сейфтегі құжаттарды жойып жіберуі мүмкін, куәгерлерге қысым жасауы мүмкін, Костяға зиянын тигізуі мүмкін, машина баяу қозғалғанша ол кез келген нәрсені істеп үлгеретін. Константин мұны түсінді. Ол аңғал адам емес еді. Ауғандағы 4 жыл адамды аңғалдықтан бір жола айықтырады. Жұма 17 шілде. Кешке Константин үстелге отырып 2 конверт дайындады. Біріншісіне Пермьдегі облыстық прокуратураға арналған толық құжаттар пакеті. Мекен жайын таныс заңгер арқылы тапқан еді. Конвертке жеке облыс прокурорына деп жазып қойды.
Екінші конвертке егер бірдеңе дұрыс болмай қалса деп, Зояға арналған қысқаша хат. Прокуратураға арналған конвертті ол Кастедан беріп жіберуді сұрады. Жеке емес, сенбі күні таңертең Пермьге бара жатқан таныс жүргізуші арқылы. Касте конвертте не барын білмеді. Константин тек маңызды құжаттар, ең бастысы жетсе болды деді. Сосын ол күртешесінің қалтасынан пышақты шығарып, үстелге қойды, оған ұзақ қарап тұрып, қайта жинап қалтасына салды. Енді екінші бөлімі қалды. Ол шаруашылық блогының кестесін жақсы білетін, колониядағы 3 апталық жұмысында бәрін зерттеп алған. Жұма күні кешке Жук, Кабан және Тихий өз бөлмелерінде самогон ішетінін білетін. Шығыс қанатындағы кезекші бақылаушының жұма күні сағат 22:00-ден кейін әдетте орнында мызғып алатынын білетін. Мұны бір нақты адам істейтін, Константин оны 3 рет тексерген еді. Чащиннің жұма күндері өз кабинетінде кешке дейін қалатынын білетін, оның жұмыс аптасының соңында қағаздарды реттейтін әдеті бар еді. Жұма 17 шілде, 22:30. Константин ақ халатымен дәлізбен сабырлы жүріп келе жатты. Егер біреу жолықса, фельдшер түнгі тексеріске шықты, ондай болып тұрады. Ешкім жолықпады. Бөлменің есігі сәл ашық екен. Ішінен дауыстар мен самогонның иісі шығады. Ол есік алдында тоқтап, тыңдады. Дауыстарына қарағанда үшеуі де сонда. Жақсы. Ол есікті қақты. Кім? Жуктың дауысы. Фельдшер. Чащин беріп жіберуді сұрады. Үнсіздік. Сосын орындықтың қозғалған дыбысы естілді. Есікті қолына кесе ұстаған Кабан ашты. Константинге қызығушылықсыз қарады. Не болды? Бастықтан пакет. Сіздерге жеке. Кабан бөлмеге бұрылды. Тихий, мұнда фельдшер пакет алып келіпті. Кірсін деп жауап берді Тихий. Кабан жол берді. Константин кірді. Бөлме шағын еді. 2 үстел, 3 орындық, темір кереуеттер. Үстелде бір бөтелке самогон, нан, консервілер. Жук қабырға жақта отыр, Тихий есікке қарсы отыр екен. Тихий Константинге сабырмен қарады. Қандай пакет? Пакет жоқ деді Константин. Тыныштық орнады. Тихий бірінші болып түсінді, жүзінен көрініп тұрды. Ол баяу орнынан тұрды. Сен кімсің? Зояның ағасымын. 1 секунд. Тихий алға ұмтылды, жүгірген жоқ, кенеттен атылды. Бірақ Константин мұны күткен еді. Ол жалт берді. Қолын ұстап, қайырып жіберді. Тихий ыңқ етті. Пышақ дәл тиді, бірден өлтірмей, қозғалу мүмкіндігінен айыратындай етіп. Иық, сіңір. Хирург адам құлап, тұра алмай қалу үшін қай жерден ұру керектігін жақсы біледі. Жук атып тұрып, орындықты аударып тастады да үстелден пышақты алды, оның белінде өз пышағы бар екен. Константинге қарай ұмтылды. Константин соққыны блоктап қалды. Пышақ білегін сырып кетті. Жеңіл жарақат. Жауап соққысы қысқа болды. Жук бүгіліп қалды. Екінші соққыдан кейін ол құлады. Кабан үшеуінің ішіндегі ең баяу болып шықты, денесі үлкен болса да қозғалысы олақ. Ол Константинді иығынан ұстамақ болды, мүлт кетті. Константин бұрылып, бар салмағымен шынтағымен самайынан ұрды. Кабан басымен қабырғаға соғылып, төмен сырғып түсті. Бәрі 1 минутқа жетпейтін уақытта бітті. Тихий қабырға жақта иығын ұстап жатып, Константинге қарады. Көзінде ауырсыну мен кәсіби құрметке ұқсас бір нәрсе бар еді. Сен хирургсың деді ол. Болғанмын деп жауап берді Константин. Өлтірмейсің бе? Жоқ, сендер маған сот үшін тірідей керексіңдер. Ол қалтасынан жіп шығарды, шаруашылық қоймасынан алдын ала алып қойған еді. Бәрі жіп болатын мекемеде бұл қиын емес, және үшеуінде тез, шеберлікпен байлап тастады. Әскерде үйрететін түйіндер мықты, бірақ қан айналымына кедергі келтірмейді. Аузына сол қоймадан алынған шүберектерді тықты. Сосын ол бөлмеден шығып, есікті жапты да, әкімшілік корпусқа бет алды. Екінші қабаттағы Чащиннің кабинетінде жарық жанып тұр екен. Жұма, кеш. Ол шынымен қағаздарды қарап отырған еді. Константин баспалдақпен көтеріліп, есік алдында тоқтап тыңдады.
Тыныштық, тек қағаз сыбдыры ғана естіледі. Ол есік қақты. «Кіріңіз». Ол кірді. Чащин үстелде отырған еді, басын көтеріп, Константинді көрді. Оның жүзі өзгерді. Қорқыныш емес, жоқ. Сақтанғандық. Ақылды адамның жағдайдың басқа арнаға түскенін сезгендегі сақтығы. «Ларин, бірдеңе болды ма?» «Иә», деді Константин. «Көп нәрсе болды». Ол есікті жауып, үстелдің жанына келді. Чащин оған сабырмен бағалап қарап отыр. Қолы баяу үстел тартпасына қарай созылды. «Керек емес», деді Константин. «Онда тапанша бар, білемін, бірақ үлгермейсіз». Қол тоқтады. «Не қалайсыз?» деп сұрады Чащин. Дауысы әлі де бір қалыпты, кәсіби. «Алдымен сейфті ашыңыз». Чащин қозғалған жоқ. «Сіз не істеп жатқаныңызды түсінесіз бе?» деді ол. «Мен подполковникпін. Бұл мекеме менің аумағым. Сіз не ойлап тапсаңыз да». «Сейфті ашыңыз», деп қайталады Константин. Чащин оған бірнеше секунд қарап тұрды да, орнынан тұрып, сейфке барып кодты терді. Есік ашылды. Сұр папка. Дәрі-дәрмек тізімі. Чащин папканы алып, үстелге қойды. Константин оны ашып, қажетті парақты, Зояның қолы бар сол парақты тапты. Қалтасынан тағы бір парақ шығарды, Зояның арнайы жазып берген нағыз қолтаңбасы бар таза парақты қасына қойды. Айырмашылық сарапшысыз ақ көрініп тұр еді. «Бұл құжаттарды мен аламын», деді Константин. «Және мыналарды да». Ол қалтасынан конвертті, прокуратураға кеткен пакеттің көшірмесін шығарды. Мұнда екі куәгердің жауабы бар. Дәрігер Рубиннің жазбалары. Қарындасым жазған оқиға желісі. Ертең таңертең бұл пакеттің түпнұсқалары Пермьдегі облыстық прокуратурада болады. Курьер жолда. Бұл кішкене өтірік еді. Курьер тек таңертең кететін. Бірақ Константин мұны Чащин сенетіндей етіп айтты. Подполковниктің жүзі бірінші рет өзгерді. Қорқынышта, ашуда емес, бір нәрсені түсінгендей адамның жүзіне ұқсады. «Сізді түрмеге отырғызатынын түсінесіз бе?» деді ол ақырын. «Ана үшеуіне істегеніңіз үшін, заңсыз кіргеніңіз үшін». «Түсінемін», деді Константин. «Онда неге?» Константин оған қарап, біраз үндемей тұрды, өйткені біреу бұны істеу керек еді, ал басқа ешкім болмады. Ол үстелге жақындады. Енді соңғысы. «Қазір кезекшіге қоңырау шалып, шаруашылық блогына көмек керек екенін айтасыз. 3 адам байлаулы жатыр, медициналық бригада керек. Сосын кезекші бөлімге хабарласып, мұнда оқиға болғанын, және сізге тергеушімен сөйлесу керек екенін айтасыз. Мен неге бұны істеуім керек? Өйткені егер бұны істемесеңіз, Пермьге бара жатқан құжаттар тек бастамасы ғана болады. Мен бірнеше көшірме жасап қойдым. Бұл да жартылай шындық еді. Көшірме болды, бірақ тек екеу еді». Чащин оған ұзақ қарап тұрды да, телефон тұтқасын алды. Тергеу келесі аптада басталды. Облыстық прокуратурадан тергеуші Воробьев бастаған 3 адамдық бригада келді. Воробьев, 43 жастағы, төбесінде шашы жоқ, сұрақты өте ақырын, және дәл қоятын әдеті бар адам еді. Ол құжаттармен жұмыс істей білетін. Константин әкелгеннің бәрін зерттеді. Рубиннің күнделігін, Тересова мен Потапованың жауаптарын, Зояның жазғанын, тізімдегі алшақтықтар мен қолдан жасалған қолтаңбаны. Сосын Зояны шақырды. Ол тергеушінің алдында кішкентай кабинетте отырды. Ұзақ, егжей-тегжейлі, жыламай сөйледі. Көз жасы наурызда таусылған еді. Тек фактілер, күндер, есімдер. Воробьев жазып отырды, кейде қайталап сұрады. Кінәламады да, аяғанда жоқ, тек жұмысын істеді. Зоя мұны бағалады. Аяушылық оның рухын сындырып жіберуі мүмкін еді. Кәсіби әңгіме оны ұстап тұрды. Сосын Рубинді, Тересованы, Потапованы, Тересова атаған басқа тұтқындарды шақырды. Үшеуін Жук, Кабан және Тихийді изоляторға ауыстырды. Олар бойынша тергеу бөліп жүрді. Рита Димина бірінші күні ақ ұсталды және бәрін жоққа шығарып үндемей отырды. Бірақ оған қарсы дәлелдер нақты еді. Рубиннің күнделігі бұл оқиғалардан әлдеқайда бұрын жазылған еді. Оны қолдан жасау мүмкін емес болатын.
Чащин жауапты сабырмен берді, басты нәрселерді жоққа шығарды. Бірақ Воробьев оның алдына құжаттарды қойғанда, ол ұзақ үндемей қалды. Воробьев күте білетін. 40 минуттық тыныштықтан кейін Чащин сөйлей бастады. Константинді сол жұма күні кешке-ақ тұтқындады. Ол қарсыласпады. Уақытша ұстау изоляторында сабырлы отырды, бергенді ішті, мүмкіндігінше ұйықтады. Ешқандай қорқыныш байқалмады. Бірінші жауап алуда тергеуші, жергілікті басқа адам: «Сіз заң бұзып жатқаныңызды түсіндіңіз бе?» деп сұрады. «Түсіндім». «Онда неге істедіңіз?» Константин бір секунд ойланып: «Өйткені бұл дұрыс еді» деді. Пауза. Ал дұрыс пен заңды деген әрқашан бір нәрсе емес. Тергеуші оған ешқандай сезімсіз қарап, жазып алды. Сот перімде өтті. Чащин мен басқалардың ісі жабық режимде, ал Константиннің ісі ашық түрде қаралды. Сот залы шағын, терезелері биік еді. Костя бірінші қатарда отырды. Зоя оны үйде қалуға көндіре алмады. Анасы келе алмады, денсаулығы жарамады. Рубин үшінші қатарда жерге қарап отырды. Прокурор айыптауды оқыды. Денсаулыққа ауыр зиян келтіру. 3 зардап шегуші. Өз бетінше әрекет ету, самоуправство. Заңсыз кіру. 8 жыл сұрады. Константиннің адвокаты жас, қобалжыған, бірақ жақсы дайындалған жігіт орнынан тұрып, мінездемелерді оқыды. Әскери қызмет, 2 қызыл жұлдыз ордені, жауынгерлік еңбегі үшін медалі. Ауғанстан контузия, 3 жарақат. Қызмет барысында бірде-бір сөгіс алмаған. Сосын оны осы қадамға итермелеген себептерді айтты, Зояның түсініктемелерінен үзінді оқыды. Зал өте тыныш болды. Костя тік отырып, ағасына қарап отырды. 14 жаста. Байсалды жүз, әкесінікі сияқты қайырлаған шаш. Судья елулердегі шаршаған көздері бар әйел Константинге қарады. Сотталушы, өзіңізді ақтау үшін не айтасыз? Константин орнынан тұрды. Ештеңе деді ол. Мен ақталмаймын. Мен істегенімді істедім. Бұған бара жатқанымды түсіндім және өкінбеймін. Ол отырды. Зал тағы да тынышталды. Сот кеңесу бөлмесіне кетті. Зоя тік отырып, жабық есікке қарап отырды. Костя оның қолынан ұстады. Ол қолын тартқан жоқ. 1,5 сағаттан кейін судья оралды. Істің ерекше жағдайларын ескере отырып, сотталушының жауынгерлік еңбегін ескере отырып, оның әрекетінің моральдық аспектісі мен арам пиғылының жоқтығын ескере отырып, сот Ларин Константин Андреевичті жалпы режимдегі түзеу колониясында 6 жылға бас бостандығынан айыруға үкім етеді. Зоя жылаған жоқ. Ол тіке қарап тұрды. Костя оның қолын қатты қысты. 6 жыл. Чащиннің ісі бойынша үкім 2 айдан кейін шықты. Подполковник Чащин 12 жыл қатаң режим. Рита Демина ұрлық пен алаяқтық үшін 5 жыл. Жук, Кабан және Тихий өздерінің мерзімдеріне қосымша 3 жылдан 5 жылға дейін алды. Тергеу олардың әрекетін жүйелі түрде зорлық-зомбылық көрсету және мәжбүрлеу деп таныды. Мектеп директоры Фомин жұмыстан шығарылды. Оған қылмыстық іс қозғалмады, өйткені оның рөлі тек ескерту қоңырауымен шектелген еді, бірақ оған қара таңба басылды. Зоя күзге дейін ауылда қалды. Сосын қолда барын сатып, анасы мен Костяны алып, Пермге көшіп кетті. Қалалық ауруханаға жұмысқа орналасты, алдымен бөлме, сосын пәтер жалдады. Костя жаңа мектепке ауысып, 1 жылдан кейін медициналық институтқа түсетінін айтты. Ол Константинге бірінші хатын үкімнен кейін 3 аптадан соң жазды. Ұзақ жазды, бірнеше рет қайта көшірді. Константин 1 айдан кейін жауап берді, колонияда хат баяу жүретін. Оның қолтаңбасы бір қалыпты еді. 2 бет тамақ туралы, камераластары туралы, кітапханада анатомия туралы, жақсы кітаптар бары туралы жазыпты. Соңында қысқаша: сен үшін алаңдамаймын. Сен өзің ойлағаннан да мықтысың. Мен мұны баяғыда, бала кезінде ауладағы ұлдармен төбелескенде ақ түсінгенмін. Есіңде ме? Ол есінде. Ол оған әр 2 апта сайын хат жазып тұрды, Костя туралы, анасы туралы, жұмыс туралы, қаладағы бірінші қыз туралы, анасының сол қолымен түйме қадауды үйренгені туралы, өмірдің ұсақ түйектері туралы жазды.
Константин оқып, жауап берді. Олар көп нәрсе туралы сөйлесті. Өткен шақ, болашақ, кітаптар, ол шыққанда Пермь қандай болатыны туралы. Бірақ ешқашан колонияда болған оқиға туралы айтпады. Ол артта қалған еді. Екеуі де солай сезінді. 2 жылдан кейін Константиннің мерзімі үлгілі тәртіп үшін және істің ашылуына көмектескен үшін қысқартылды. 6 жылдың орнына 4 жыл. Заң тілінде бұл жағдайлардың жиынтығына байланысты жеңілдету деп аталды. Ол 1991 жылы қазанда шықты. Зоя оны қақпа алдында қарсы алды. Ешқандай салтанатсыз, жай ғана қолында шайы бар термоспен тұрды. Ол шықты, қарындасына қарады, термосты алып, бір ұрттады. Жақсы екен деді ол. Қандайды жақсы көретініңді білемін деп жауап берді ол. Олар автобус аялдамасына бет алды. Күз, сарғайған жапырақтар, суық ауа. Қолында кішкентай сөмкесі бар жиған тергені сол еді. 1 айдан кейін ол Пермь қалалық ауруханасына хирург болып орналасты. Бас дәрігер оның құжаттарына, марапаттарына, әскери бөлімнің мінездемелеріне қарап, артық сұрақсыз жұмысқа алды. Жақсы хирургтар әрқашан тапшы. Кастя 1991 жылы медициналық институттың хирургия факультетіне оқуға түсті. 1-ші курста Константинге хат жазды. Кастя аға, мен сіз сияқты боламын. Тек сізден де жақсы. Константин. Бұл дұрыс мақсат. Алға бас деп жауап берді. Анасы 1995 жылға дейін өмір сүрді. Соңғы жылдары тыныштықта, жылы жерде, қызымен немересінің қасында өтті. Сол қолы жақсы істемесе де, оң қолы мықты болды. Ол мұны әділ мәміле дейтін. Зоя ауруханада ұзақ жұмыс істеп, хирургия бөлімінің аға медбикесі болды. Ол бәрін білетін. Кезекшілікті ұйымдастыруды, үрейленген науқасты тыныштандыруды, операция залын тәртіпте ұстауды, артық сөзсіз қажетті істі істеуді. Дәрігерлер оны қатты бағалайтын. Бірде бұл 1999 жыл еді, Зоя 46-да болатын. Жас хирург бірінші рет өз бетінше жасаған операциясынан кейін ординатор бөлмесінде дірілдеп отырды. Бірнеше сағаттық кернеуден кейінгі қалыпты реакция. Зоя кіріп алдына шай қойды. Жас дәрігер қызарған, есеңгіреген көздерін көтерді. Мен бұлай қиын болады деп ойламаппын деді ол. Білемін деп жауап берді ол. Бірақ сіз жеңіп шықтыңыз, ең бастысы осы. Жігіт басын изеді, Зоя науаны алып шығып кетті. Дәлізде 1 секундқа тоқтап, қабырғаға сүйенді. Кейбір нәрселер адамның тәнінде мәңгі қалады. Қабырғаға сүйеніп, басылғанша дем алу қабілеті сияқты. Ол жылдар бойы бұған үйреніп кеткен еді. Біраз дем алды да, қабырғадан итеріліп, әрі қарай кетті. Өмір жалғасып жатты. Мен бұл хикаяны қалай аяқтарымды ұзақ ойландым. Әділдік орнады деп айтқым келеді. Ол белгілі бір мағынада шындық. Чащин өз жазасын алды. 3-еуі сотталды. Зоя бұл тозақтан тірі шығып, балаларын сақтап қалды. Бірақ мұны жеңіс деп атау қиын, өйткені жеңістің бағасы мұндай болмауы керек. Константин өмірінің 4 жылын берді. Зоя 2 жылдан астам күнделікті қорқынышпен қорлауды, кінәлілер сотталғанмен жоғалып кетпейтін жан жарасын арқалап қалды. Психологиялық жаралар сот шешімімен жазылмайды. Мұны мұндай адамдарды жақыннан көрген кез келген адам біледі. Чащин қобыжық болған үшін емес, жүйе сондай адамдардың өмір сүруіне жағдай жасаған үшін мүмкін болды. Жабық мекеме, оқшауланған кент, кәсіподақсыз және дауыссыз қызметкерлер, басқа жаққа қарап отырған прокуратура. Бұл кездейсоқтық емес, бұл архитектура. Ал архитектура өзгермейінше бір Чащиннің орнына екіншісі келеді. Константин бұл қадамға барды, өйткені басқа ешкім болмады. Бұл заңсыз жазалауды, самосуд, ақтау емес, бірақ нақты жағдайдағы нақты адамның әрекетін түсіндіру. Ол әскери хирург еді, бөгелуге болмайтын жерде шешім қабылдауға үйренген. Ол жағдайды бағалады және шешім қабылдады. Бағасын өзі төледі, басқа ешкім емес. Меніңше, бұл хикаяның басты сұрағы ол дұрыс істеді ме? Емес. Басты сұрақ. Неге соңғы шығар жол заң емес, пышағы бар адам болып шықты? Бұл сұраққа менде қарапайым жауап жоқ. Сіздерде де жоқ шығар.
Сіздерге сұрақ. Константин 6 жыл алды, кейін жеңілдетумен 4 жыл отырды. Ресми түрде ол қылмыскер. Ресми емес. Ауылда оны ұзақ уақыт басқаша атады. Сіздіңше үкім әділ болды ма? Ол басқаша әрекет етіп, қарындасын қорғай алар ма еді? Әлде бұл жағдайда оның басқа жолы болмады ма? Өз пікірлеріңізді пікір қалдыру бөлімінде жазыңыздар. Мен үшін және осы каналды көретіндер үшін сіздердің ойларыңыз маңызды. Мұндай оқиғаларды жай ғана көріп, өтіп кетуге болмайды. Олар талқылауды қажет етеді.